Баршаңызға сәлем. Ал келіп жеткен біздің төл мерекеміз әз Наурыз құтты болсын, жаңа жылымыз құтты болсын. Сәлем, Наурыз құтты болсын. Азан оқыдым жатыр, естіп жатқандарыңыздай. Және де бұл жылы негізінен осы оразаның басталуы, Рамазан башлангычы тек келді. Оразаның басталуы тек келіп жатыр. Наурыз, жаңа жыл тек келіп жатыр, бір-біріне күндер сәйкес келіп. Рамазан айымен шын жүректен құттықтаймын. Осы бір жыл бойы осы Рамазан қашан келеді деп күтіп жүрген осы мұсылман жандар бізде өте көп, дінге берік жандар өте көп. Осы Рамазаннан күтіп жүрген, сондықтан да құтты болсын деп айтамын. Діни мейрамымыз да келіп жетті. Түркияда осы Наурыз мейрамы құттықтамайды негізінен олар. Негізінен біледі Наурызды, бірақ мағынасын, оны құттықтау жағын көп біле бермейді. Негізінен Түркияда осы ирандықтар және де күрттер, күрттер құттықтайды кәдімгідей көшеде барлық концерт қойып дегендей сондай құттықтаулар болады, бірақ түріктер өздері негізінен құттықтамайды. Кезінде енді бұл құттықтау салты дейін ба, әдеті қалып кеткен десем де болады, бірақ негізінен біледі Наурыз күнін. Мен де әр Наурыз сайын осылайша бауырсақ пісіріп, Наурыз көже пісіріп, отбасымды қуантуға тырысамын. Біздің дәстүрлі сәукеле нан деген выпечка дейді ғой, соны дайындадым. Ішіне мінекей бауырсақтар ып-ыстық болып тұр, жаңа ғана тек пісірдім. Бұның есімі сәукеле нан. Çünkü ne benzer? Sen söyle önce. Baktığın açıya göre değişiyor. Bir açıdan şapkaya, bir açıdan ayakkabı, terlik gibi. Неге ұқсайды деп сұрап тұрмын ғой. Үргенде бір жағынан шапкаға ұқсайды дейді, бас киімге, бір жағынан аяқ киімге ұқсайды дейді. Бұл genelde başlı kızlar düğünde sen gördün ya, ben giydim ya çıkarken. Sevkile ismi. Sökele. Sevkile nan diyoruz. Sevkile ekmek diyoruz yani. Benziyor, ona benziyor genelde. İçine bile bağırsak bir şey öyle koyuyorlar. Öyle güzel olsun diye yani sofraya konuyor. Sevkile nan. Niye bağırsak koyuyor? Güzel bir de sofrada güzel. Biz gösterişi severiz ya. Ondandır. Үргенге түсіндіріп жатырмын, бұл сәукеле нан деген, мінекей менің сәукелем. Міне Үргеннің қолында да сәукеле. Наурыз көже пісірдім. Ерекше түрікше стильдегі, түрікше адаптациядағы наурыз көже пісірдім. Осы видеода мен осы сәукеле нанның пісіріп сіздерге көрсетемін, қалай әдемі пісіп шыққанын, және де ерекше стильдегі айтып өткенде наурыз көжемді қалай пісірген көрсетемін, және де міндетті түрде дәм татқанымыз да сіздердің көз алдырыңызда өтетін болады. Бірге болайық. Наурыз көжемді дайындап бастаймын. Менде мұнда мінекей ингредиенттерім дайын тұр. Қазір дайындап бастаймын. Ең алдымен айтып өтейін, мен осы өткен жылы Наурыз мейрамын отбасымызбен құттықтаған болатынбыз. Сол видео YouTube каналымда бар. Қаласаңыздар қарап көргілеріңіз келсе, сілтемесін мына жерге қалдырып кетемін. Және де сол кезде көже пісірген болатынмын. Отбасым бірінші рет жылқы етін жеп көрген болатын. Жалпы түріктер жылқы етін жемейді, бірақ сол видеоны тастап кетемін осы жерге, қараңыздар. Көрмеген болсаңыздар, Наурыз мейрамын құттықтадық. Сол кезде жалпы ол кезде мен осы өзім батыстікі болғандықтан батыстың классикалық көжесін пісірдім. Енді шыны керек Наурыз көже емес, классикалық көже пісірдім жармамен. Сол кезде енді әрине түріктер кішкене ондай дәм көрмегендіктен басында кішкене үйрене салмай, бірақ дәмін көріп ішкен болатын бір кәседен. Одан артық бірақ ішкен жоқ. Кішкене суық, бұл неге суық, ыстықтау болса күшті болатын еді деген сияқты айтқаннан кейін осы жолы соны ескеріп ыстық көже жасайтын боламын. Негізі білем, біздің Қазақстанда әр өңірінде наурыз көжені әртүрлі қылып дайындайды. Тіпті әр отбасының өзінің бір ерекше рецептілері болады. Және де бұл бір жағынан орынды, өйткені Қазақстанның жері өте үлкен болғандықтан, әрине әрбір жердегі жаңағы қазақ отбасылары кейде әртүрлі дайындап жатады. Мысалға білуімше оңтүстікте көже ыстықтай, кәдімгі сорпамен беріледі, ыстық. Және мен сол оңтүстікке жақындау еді. Біздің батыстікі бөлек негізінен көжесі, бірақ оңтүстікке ұқсайтындай бір көже пісіремін. Және міндетті түрде түрік отбасының қалауын ескеремін. Өйткені Түркияда йогурт чорбасы деп аталатын, йогурт сорпасы деп аталатын тағам бар. Сол біздің көжеге негізінен ұқсайды. Соны ескере отырып, осы түрік отбасым сүйсініп жесін деп, сол
табиғи йогурттан дайындаймын бүгін наурыз көжені. Табиғи йогурт дегеніміз біз енді Қазақстанда айтады ғой, қазір соңғы уақытта мына сорпаның жанына береді еттен кейін қатық деп атайды білуімше. Енді егер қате айтып жатсам, мені түзей кетіңіздер, комментарий жаза кетіңіздер, мүмкін қате айтып жатқан шығармын. Бірақ білуімше қатық деп аталады. Мінекей осындай, міне осындай кереметтей табиғи йогурттан дайындаймын. Түрік отбасыма және де ішіне қосатын ингредиенттерім. Менде жарма, перловка, яғни алдын ала бірнеше сағат бұрын ыстық суға кішкене бұқтырып алдым, піскенде жылдам піссін деген ниетпен. Және де мұнда менде ет бар. Мінекей кішкене майлылау мына жағы. Осындай ет пісіріп алдым. Және де тұз бар. Тұз дәміне қарай, және де мен негізі наурыз көженің ішіне мейіз болғанын өте жақсы көремін. Бұл енді бір өзімнің қалауым десем болады. Мейіз қосуды жөн көрдім. Және де бір жұмыртқа қосамын. Бұл сорпаның консистенциясы жақсы болып шығу үшін ет піскен сорпа бар, сол сорпаны да қосатын боламын. Шетінен алып еттің сорпасын пісіретін боламын. Және де сол дәм бір-біріне кіріп, жаңағы йогурты бір-біріне жақсы кіру үшін бір жұмыртқа қосатын боламын. Бір жұмыртқа. Енді қатты сөге көрмеңіздер, бұл біздің наурыз көжеге ұқсайды, ұқсамайды деп енді қатты сөге көрмеңіздер. Жалпы бұл енді өзімнің жаңағы адаптативті дейді ғой, мына түрік отбасыма адаптативті жесін, сүйсініп жесін деген ниетпен олардың йогурт сорпасына ұқсайтындай қылып біздің наурыз көжені пісіріп жатырмын. Табиғи йогурттың ішіне, яғни қатық деп айтсақ дұрыс бола ма екен. Осы қатықтың ішіне алдымен менің перловкамды салатын боламын, жармамды. Жұмыртқамды салатын боламын. Тұз бен етті соңында саламын. Осы кезекте бірден мейізімді салайын. Менде мұнда сары мейіз. Және де мынадай взбивалка дейміз ғой, араластырғышпен осындай қазір бір-біріне жақсы кірсін деп бір араластыру керек болады маған. Мінекей. Мінекей жақсылап араластырып алдым. Енді үстіне қазір үстіне сорпа құямын. Сорпамда енді майлы, шіркін. Еті майлы болған соң. Кәдімгідей майлы болып тұр. Мінекей сорпамен бірге жақсылап араластырып жатырмын. Салқын сорпаны қосып жатырмын. Міндетті түрде салқын болу қажет, яғни немесе комнатта бөлме температурасындағы болу қажет. Оны кейін түсіндірем не үшін олай екендігін. Қазір үстіне су қосамын. Салқын су. Ол да салқын су міндетті түрде. Мінекей суымды қостым. Енді қазір газге қойып пісіретін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Көжемді қоямын. Осы жерде ең маңыздысы оңға қарата, былай қарата міне. Бір сағат тілімен араластырамын. Және осы сағат тілімен ғана араластыру қажет болады маған. Егер де мен сағат тіліне қарсы араластыратын болсам, немесе ұмытып кетіп солай араластырып қоятын болсам, ол кезде менің мына ішіндегі қатығым кесіліп, кесік болып, ондай әдемі көрінбейді. Яғни ішінде бір үлкен бөлік болып кесіліп, кәдімгі іріп кеткен сүт сияқты болып көрінетін болады.
сол үшін іріп кеткен сүтке ұқсамасы үшін, түсі біркелкі аппақ болу үшін мына табиғи йогурт осы яғни қатық, яғни сорпаға, суға бір-бірімен жақсы кіріп, жақсы бір түсте, осындай бір әдемі консистенцияда, бір аппақ болып әдемі пісу үшін мен тек қана осы бір жақпен сағат тілімен айналдыра отырып, осы араластырғышымды, яғни взбивалкамды айналдыра отырып, сағат тілімен араластырып тұрамын. Қайнағанға дейін күтемін, соған дейін шығармаймын. Өйткені егер шығарып қалсам, тағы да кесіліп кетуі мүмкін. Ішінде жаңағы бөлек-бөлек болып дұрыс піспеуі мүмкін. Айтып өткенде іріп кетуі мүмкін. Ішіндегі қатығым сол үшін бір келкі әдемі аппақ болып бір-біріне кіріп пісу үшін қайнаған уақытқа дейін қоймай осылай жайменен араластырып тұрамын. Егер тұз қосқанда бұл да тағы іріп кететін еді. Тұзды ең соңында қосамын. Сол кезде әп-әдемі болып піседі. Соны міндетті түрде ескеру керек. Көпіріп бастады. Мен де енді араластырмай қойсам болады. Көпіріп қайнап бастады. Бірден астын басу қажет. Ең минималды отқа. Және осы жерде мен көженің ішінде әдемі дәнді дақыл болсын деген ниетпен тағы да бір дәнді дақыл, бұл қызыл чечевица, кішкене ғана осылай қостым. Ішінде әдемі болып үйлесім табады деген сенімде болдым. Және осындай аз дәрежедегі отта көжем шамамен жарты сағат уақыт пісті. Ингредиенттері әп-әдемі болып тұр. Чечевица ерекше сары түс беріп тұр. Кептірілген жаңағы жүзім екеуі. Қазір ішіне тұз бен етімді қосатын боламын. Етімді турадым кішкентай текшелерге. Дәміне қарай тұз қосамын. Көреміз. Наурыз көжем дайын болды. Наурыз көженің ең алғашқы дәмін Бату көретін. Бату кел мұнда. О, күшті ма? Сәукеле нанның қамырын қалай жасағанымды көрсетейін. Ол үшін бір стақан ыстық сүт алдым. Үстіне бір стақан салқын су құйдым. Сол кезде екеуі қосылған кезде жылы болып шықты. Және де үстіне бір ас қасық қант толтырмай және жарты шай қасық тұз қостым. Содан соң бір ас қасық тез ерігіш ашытқы қостым. Үстіне де бір жұмыртқа қостым және де жарты стақан сұйық май. Енді үстіне ұн қосып қамыр илейтін боламын. Шамамен 5 толы стақан ұн қажет болды маған. Ұнды қосып отырып, жақсылап тұрып иледім. Иінін қандырып тұрып иледім десем болады. Ұнды жайменен қоссаңыз жақсы болады. Сол кезде білесіз қанша ұн қажеттігін. Шамамен сол 5 стақандай ұн қажет болды. Мінекей қолға сәл жабысып тұр. Бірақ ештеңе етпейді. Ең бастысы жұмсақ болып шығу қажет. Қамырымыз міне кереметтей болып, ешқандай да ішінде түйіршіктер қалмау керек, өте жақсылап илеу керек. Және осылай ыдысқа салып, үстін жауып, жылы жерге қоямын. Шамамен 1 сағат уақыт тұрып, қамырым көтерілуі қажет. Енді қамырым көтеріліп жатқан кезде мен осы сәукеле нанның формасын дайындадым. Ол үшін мынадай 2 конус дайындадым қағаздан. Ішіне бір жұдырық сиятындай үлкендеу қылып дайындадым. Және сыртын қазір фольгамен орайтын боламын. Конустың өзі формасы ұстап тұру үшін ақ қағаздың шеттерінен степлермен немесе мен секілді скотчпен сәл ұстатсаңыз болады. Енді үстін фольгамен орап шығамын, бірақ фольганың үстін ешқандай скотч, ештеңе де жабыстырмаймын. Тек қана фольганың өзімен орап шығамын үстіңгі жағын. Мінекей осылай біріншісін орадым, екіншісін дәл осылай орап шықтым.
және де менің конусымның жоғары жақтарында кішкене ашық жерлері қалып қойды. Сол жерлерді қазір тағы да фольгамен жауып шығам. Маңызды болғаны ашық жерде қалмау қажет. Біздің қағазымыз барлық жері фольгамен жабылып тұру қажет. Осылайша әдемілеп жауып шықтым, және де ортасы көргендеріңіздей бос болып тұрғандықтан бір жұдырық сиятындай үлкендігі бар. Тағы айтып өтейін, ішіне осылай топ секілінде осылайша орап фольганы ішіне салып, сол кезде іші бүтін болып тұрады. Енді қазір қамырымыз көтерілді, 1 сағат дегенде күшті болып көтерілді, және қамырымды бірде қылып осы екіге бөлдім. Бір қамырым 1 сәукелеге, бір қамырдың бөлігі 2 сәукелеге. Және де біреуін әзірге шетке қоя тұрамын. Және де алғашқысын жайып бастаймын. Оқтаумен әдемілеп жайдым. Және де менің конус формамды алып, осылайша қойған кезде, міне ортасында шамамен форма тұрады десем, шет жақтарына ұзын-ұзын қылып, осылайша пышақпен кесіп, тарақ секілді қылып, жан жақтарына ұзын қамыр бөліктерін қалдырдым, және әдемілеп өріп жатырмын. Мінеке осылай жақсылап өріңіздер. Шетіне дейін қамыр созылады, жұмсақ болғандықтан өрген кезде әдемі болып шығады. Соңына дейін өріп шықтым, және де соңында міндетті түрде кішкене қамыр қалуы қажет. Оны қазір түсіндіремін не үшін екендігін. Мен соңғы жағын жауып тастадым түбіне дейін, бірақ содан кейін ойым өзгеріп, түбін алып тастауды жөн көрдім. Сонда әдем болып көрінеді деген ниетпен ашық қалдырдым түбін. Және міне қалған кішкене қамырды 3 бөлікке бөлдім. Және ұзын-ұзын қылып, қолмен осылайша жайып, ұзын құрт тәріздес қылып жайдым. Және де қазір осы қамыр бөлігін әдемілеп өремін. Өру кішкене оңай емес, өйткені қамыр жұмсақ, кейбір жеріне жыртылып кетіп жатқан кездері болды. Қолмен қайта біріктіріп, қайтып өріп сөйткен кездері болды. Дегенмен де жаймендеп жасаса әдемілеп өріледі қамыр. Өрілген қамырды сәукеленің бас жағына орналастырдым. Бір ұшына дейін тегізетіндей қылып жауып, және енді формаға қойып, астына пергамент қағазын қойып, енді бір жұмыртқамның сарысын алдым. Жұмыртқаның сарысының ішіне кішкене ғана сұйық май қостым да, үстіңгі бөлігін сәукелемнің осылайша жағып шықтым. Және де әсемдеу үшін қара зере және де кунжуттың дәндерімен әсемдедім. Енді осы пешке қойып 200 дәрежеде шамамен 20-25 минут уақыт піседі. Екінші сәукелемнің стилі кішкене басқаша болады. Қазір көрсетейін қамырды қалай дайындайтынымды. Пышақпен ұзын-ұзын бір тіліп әрбір жерінен осылайша тесіктер жасайтын боламыз. Ол үшін шамамен 2-3 сантиметрдай қылып кесіп отырып, араларында да шамамен 1 сантиметрдей жерді кеспей қалдырып орталарында, және әрбір келесі қатарға көшкен кезде мына кесілмеген қамыр бөлігінің дәл ортасына алып келу қажет. Сол кезде біздің суретіміз әдемі болып шығады. Енді түсіндіре алғанша түсіндіріп жатырмын. Қарап тұрып жасасаңыздар да болады. Осылайша пышақпен кесіп алдым. Қолмен сәл жайып жібердім. Тесік жерлері кішкене жайылсын деп. Енді осы формамның сыртынан орап шығамын осы қамырды. Осылайша әдемілеп орап, және де қамырдың шетінде қалған артық бөлігін кесіп алам. Ол бізге қажет болады. Дәл бірінші сәукеледе қалай жаңағы бас жағын өріп әдеміледім, дәл солай мына қалған қамырды қазір әдеміше өріп, бас жағына сол өрілгенмен тағы да әдемілеп әсемдеп шықтым. Және де дәл бірінші сәукеледегідей
безендірдім. Дәл солай 200 дәрежедегі пешке 20-25 минутта піседі. Міне пісіп шыққаннан кейін шамамен 5 минуттай уақыт күту керек. Содан кейін барып мына фалькадан формамыз оңай түрде шығатын болады. Өкінішке орай сол жері видеоның түспей қалыпты, шығарып атқан жерім. Дегенмен де осы айтқандай 1-5 минуттан кейін шығарып алсаңыз, бұл фольга формасын кейінде қолдансаңыз болады. Сәукеле нанымыз дайын. Ішін бауырсақпен толтырсаңыз болады. İçinde ne var baba söyleyin. Annem zaten biliyor. Yanlış adama sordum. Annem gördü. Ben de atkan gibi biledi. İçinde ne var iken babam belki bilmez. Ergen. İçinde ne var? Bulgur. Değil mi? Hı? Değil. O da Ha, ne tuttu? Üzüm de var. Birisi üzüm var. Bulgur. Hep başka bir şey yok. Bulgur değil Buğday mı? buğday. Aha. Buğday. Başka? Sarışı ne? Sarı şey ne? Onu bile var. Anne belki siz bilirsiniz. Sarı Sarı şey şey. ne içinde? ama fazla yarılayınca yarmana şeydi ya. Yarım Yo, başka bir şey attım ben siz Bir görmeyince. şey var da onu anlamadım. Ama yani mısır desek Mısır. mısır. Mısır Mısır mı? değil. Aa. Mısıra benziyor da mısır değil. Tadına bakın. Mercimek. Ha, mercimek. Mercimek mi? Kırmızı mercimek. Et. Et var. Aha. Başka bir şey yok. Buna güzelmiş. Hani Şöyle kemik suyuyla yapıldı. Bir şey yok. Güzelce sıcak bir şey yiyin. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Наурыз көжені отбасыма ыстық күйінде бердім. Кешкі асқа сорпаның орнына бердім. Және өте тойымды болып шықты. Өйткені ішінде ет бар, сорпа бар, дәмі енді керемет деп мақтады. Барлығы да бітіріп жеген болатын. hamur nasıl duruyor? İçine kolumu soktu baba. Kolunu Onu deme. attı. Hamur bastım ne dağılmaz mı üst üstüne? Kolu olduğu için dağılmadı. Ergünlük çözdü onu. Nasıl oldu? Kolunla birlikte fırına gidiyor. Tımız hamur. O ya da ayağını sokmuş. O ayak biraz telliye benziyor ya. Son yandan bakınca. Ayağını sokmuş lan. Ama ayağım bayağı büyükmüş ha 50 numara. 50 numara var ya. Hamurunu beğeniyor. Сонымен видеом соңына келіп жетті. Ұнаған болса лайктарыңызды аямай қоя кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса комментарийге жаза кетіңіздер. Каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Көріскенше сау болыңыздар.